Баршалықтан сәлем достар, сіздермен бірге Ернар достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен Брукхеймнен басқа да ойындар түсірейін деп шештім. Қазіргі достар хит болып жатқан Grow Garden деген ойын екен. Так, осыны бүгін жаңадан бастап ойнап тұрамыз. Так, ондаша достар, сіздер арнаға жазылып лайк басып кетіңіздер, ал біз ендеше кеттік. Так, мен қасымдағы Нұрсез қарындасым. Так, бұл Grow Gardenде бірінші не істеу керек? Так, бірінші деген бұяқта sell деген нәрсе болды, бұл сататын нәрсе екен. Ал мына гарден өзіміздің бақшамыз, яғни қателеспесем, а seeds деген ол сатып алатын жер екен. Так, ең бірінші бізде қанша доллар бар екен? 10 долларға сатып ал дейді. Сатып алдым, шығып кеттім. И так, мына жаққа қарай бар дейді. Так, бардым. Мынаған осындай болып тұра берсін әзірше. Мына бүйтіп, мынаны басып көрейік. Мына жаққа қарай бар дейді. Мына бас дейді. И мынаған ек дейміз. Сонда, ол достарым екі қолымнан келді. Үстіне егеміз сонда. Или чо? Сатамыз оны. Так, сатып көрейік. Сатылам екен. Мынаған кірейік. Вау, достар, бізде қанша ақша бар екен? Ақшаның қытың баға достар 157 мың евро бар екен. Так, мына жақта біздің анауымыз өсіп отыр. Мынау мен Нұрсез қарындасым әбден ойлаған, осыны ойнайықшы, қазір хит болып отыр ойын деп осы қарындасым айтты. Ал ендеше көрейік қанша просмотр жинайтынын. Сіздерге достар ұнаса лайк басыңыздар, ал ұнамаса басқа деп комментарияға жазып беріңіздер. Так, мына жақта не сатып алсақ болады тағы? Онды менде деген қанша ақша бар? Мына 800 дейді. Мынаған уже достар ақшам жетпейді екен. 800-ді аламыз, и толтырып 600-ді ала берейік те. 600-ден біреу алайық. Мен ақшам әлі көп қой. Йомай, бәріне бір түрінен алатын ақшам бар. Так, мына жақтардан нешін сұрмай аламайын? Өйткені мен левелім жетпейді болмайым. Так, ендеше өзіміздің жаққа қарайық бір жақта. Мен қазір өзім егіп и қандасыма азор ұстап кетемін оның жеріне. Так, мынаны алалым ба мен? Не өтті? Так, мынаны үшеу не қояқ, үштің алдына по-моему. Так, енді мен қандасым қайда? Соңғы күн кәсіп көретін боламыз. Соңғы по-моему әлі шыққан жоқ. 2 минуттан кейін ба бір деп шығып жатыр. Так, ё-моё, достар, мынаның деген гүлдері немене бәле. Так, мына менің қандасымның бақшасы. Так, сыртынан өте әдемі көрінеді, қала сияқты қылып қойыпты. Так, мына жақтарда ё-моё, мына жақта. Бұл сенің гарденің емес дейді. Болды. Так, мына жақтарда неше түрлі нәрселер бар. Мынаны қараңдар достар, мынандай нәрселер бар. Немен не екіп таңнан жүрді. Мынаны қараңдар достар, мына жақта жануарына шейін жүр ба? Папугай жүр, мына жақта тағы не бар? Неше түрлі фонтандар шашып тұр. Мына жақта достар, қарап трактор бар екен. Так, басқа не бар? Мына жақта торт анауынан жейтін нәрсе фонтан бар екен. Өте керемет. Так, дами берсін. Ал біздің деген гарденде көк жоқ қой достар. Қойшынан. Достар, қателеспесем, бұл жақта, по-моему, бізде мынау не достар? По-моему, мынандай алады ғой. Болды түсіндім. Так, бұны қателеспесем достар, бізде бұл жақта жануарды сатып алуға болады. Әртүрлі нәрселермен айналысуға болады. Так, мынау өсті енді бұны қайтып жинаймын. Или үстін басып салам ба? Мынаны басады екен достар. Мынаны қайтып жинаймын. Бұл әлі, по-моему, піскен жоқ достар. Мынау қанша келі дейді? 0,106 келі. Бұл қанша теңгеге өтеді екен достар? Бұл қымбат ма екен, арзан ма екен, по-моему. Так, мынау, по-моему, не істеп жатыр? Сатасықтар, өсеміз сатасықтар екен. Так, мынаны сатасық. Сәл деген белгі бар. Мен қайтып салып өтеді. Мін тұр екен достар. Так, біріншісін басайық. Мынаны саттым келеді мен. Так, қанша теңге бар мен? 157, что-то азайып барып кетсек. Или плюс табамыз, минус табамыз. Түк түсінбей кеттік қой, ё-моё, мына жақтардан келген әлі дымым жоқ. Сондықтан достар, мына басақ. Не? Мына достар, мынаны қараңдар, маған қарындасым бет. Мынаны қараңдар, дәу деген мынаны жұлып бермесін ба? Бағың рахмет саған, мынаны қараңдар, дәу болып өскен. Мынаны қараңдар. Достар, мынаны қараңдар. Ё-моё, ауырып кетті ғой, мынаны қараңдар. Мына ішінде динозаврлар жүр ғой. Ё-моё, по-моему, динозавр алған сияқты. Так, мынаны сатсақ қанша теңге болады екен, достар? Давайте, айтып кетіңіздер, қанша теңге болады екен. Так, ал кетті ал. Ё-моё, біз 57 миллион доллар өндіріп алдық. Бағым рахмет қарындасым. Так, достар, мына жақтарды көріп шығайық оған шейін мен. Достар, мен егіп кетейін де бәріне. Сосын барып ары қарай уже не істей беремін. Сатпаймын еш сен қоя тұр. Так, мына жақта сатып алу керек достар маған. Так, мынандайдан толтырып тұрып алып сияқты, ондыққа керек емес. Аған соң бір қымбатынан алады. Бүкіл абзал полный бізде толды неміз. Сумкамыз. Так, мына жақта өсіп жатыр ма өзі? Так, мынаны жұлатын уақыт келіп қапты ғой. Жұлдым ба өзімен? По-моему, я жылдым достар. Так, мынаны деген балар, по-моему, дайын тұқым. Не сатып алдым маған достар? Или ектім ба? Или бір бәлі қазатын нәрсе сатып алған сияқтымын. Давайте, мынаны сатып көріп, өзіміздің қанша теңге болады екен. Так, осы екеуінде сататын болым, өбей. Так, әдемі. 57 миллионымыз бар, короче. Так, мына жақтардан екенде достар, мына жақта еуромыз деген не бірақ лайк болып тұр. Давайте достар, осыны 100 лайк қылып жіберейік. Так, достар, бағана мен не сатып алдым, жаққа еккендей болдым да, бірақ еш нәрсе шыққан жоқ қой. Так, или мен басқа нәрсе алып қойдым ба? Жақсылап қарап оқып қарау керек тұр. Ойбай. Или енді шығам екен. Ектім мен, по-моему, ектім ба? Ектім достар. Так, не әлі шықпайды екен. Облыстардың сатып алып қояйық. Так, 4 түрінен сатып алдым. Бірақ ананың бәрін достар мен бір жерге егіп жібердім ғой, енді шығам ғой.
мына ойбай не болды достар үшеуі шығады екен бана бірақ достар не екен шығады болды достар біреуін осы жаққа егіп жіберейік так мына жақта деген ой жылатын уақыт кетіп қалыпты ғой мынаны жұлу керек қойпақшы болды мына жақта достар мынандай бәлелер теріп алдым короче міне екеуі де құлпынай ма екі түріне шықты мына бүйтіп айтасың так мынаған келдім бір бәле деп жазамыз так үшеуін сатып жібердім 57 миллион болып тұр достар что-то так мына бағым тағы маған бір бәле беріп жатыр мынау не достар ё-моё как мынаны қараңдар достар ұзындығы аспанға шейін 2700 биіктікте келатырмыз деген сияқты так мынаны сатып көріп достар қанша ақша болады екен так осы ұмытып кете беремін не андай қалай саттым о нормально 191 мың евроға сатып алды мә достар тоқтаңдаршы неғып қайтып егемін нені так алтын сәбіздер дейді бұл несі мен екі алаңда болады егіледі дейді бірақ қалай егіледі нормально бастық мына оны бастамау керек ойбай маған барлық жерге еге беремін енді алтын сәбізді онымен сату керек ше алтын сәбізді өзіміздің егіндерімізді жинап алайық так мына жақта да бір егін бар екен жинап алайық мына жақта да басқа өмір тұр екен егін так достар анаға жазып лайк басып кетеміз так гроугарденде достар сіздерде не отыр қанша соны не істеп кетеміз комментарияға жазып кетеміз гроугарден деген ойын сіздерге қалай басқалардікіндей көріп шығамыз или че мына мен жинап алып жатырмын ба или тоқташы алтын сәбіз или бұл жоқ болып кете ма түбімен что-то достар мен мына ойынды қатты түсінбей жатырмын білмеймін не екенін по-моему жылатын жаққа қарай келдік мына бүйту керек қой мына оппана дейміз қанша теңге ақша болады екен 1200 о нормально ал достар ендеше біздікі не істей берсін вообще басқалардікіне обзор жасап шығатын боламыз мынау деген не мынау жануар мынау не мынау ё-моё дәу-ай так мынаның гарденде не бар так мынандай бәлелер бар екен мына не мынау шақырған ма жоқ ешнәрсе болмайды екен мынау қымбат нәрселер алған жоқ сияқты достар мынаны қараңдар не мынау ұзақ ойнап қойған адам ғой мынаны қараңдар неше түрлі жануарлар алып мынау не мынау қойшы сата алмаймыз так мынандай заттар бар екен мынау не робот па өзімен өзі суғаратын робот қой мә по-моему сондай болу керек мә мынаны көптеген достар заттар бар екен мынау не ұшатын нәрсе ма о нормально так опа ұшып кеттім так осындай бір нәрсе бар екен бұл гардон 370 рев деп тұр евро по-моему мына жақтан не істеуге болады достар мына жақтан деген саудаласқа бола ма менде так send friends review дейді так аккерет деп басып жатырмын білмеймін екен так бәрі беріп жатыр бір бәле не беріп жатыр достар мынау не мә достар мынаны қараңдар әртүрлі нәрселер маған беріп жатыр о рахмет не беріп жатыр достар мынау түк түсініп жатқан жоқпын өзі бір бәле беріп жатыр бір бәле дей салайық не берді достар маған ол что-то бай сияқты ғой по-моему сатпайын ба или бірінші достар сіздерге обзор жасап шығайыншы так мынау не мынау бір сүйекке ұқсайтын бір бәле мынау кішкентай бомбылос дейді әйтеуір білмеймін не екенін білмеймін 14-15 килода қояды чеснокқа ұқсайтын бір бәле ма так сатып керек одан да бізге не керек бар ғой так қанша теңге болады 149 достар миллион мың теңгесі маған бере салған ба малға десе ана жақтан сонда әркім бір-біріне беруге бола ма мен мына түріммен так демде байып шығамын ғой ё-моё рахмет бәріңе кім маған беріп жатса так мыналарды да жинап жіберейік опа десе жинап жіберіп мына бәрі өсіп қалыпты ғой так достар бұл қанша бөлім алайын білмеймін енді бірақ қымбат нәрселерді алуға тырысамын бай болуға болмаса өзім ойнап біразға шейін мықты болған кезімде көрсететін боламын достар сіздерге әзірше түк қызық емес шығар ё-моё достар мынау не помидормаш реклама так достар бір бәле алып алдым мен қаяқта или осының бәрін сатып салуға болады ма сатып салуға болады достар қазір мен бәрін сатып алайын сосын жалғастыратын боламын так достар ананың бәрін саттым короче ананың бәрі 61 миллион болды так мына жақта деңіз мына достар короче заттарымызды алайық десек так қымбат заттар алмайды дейді $1000 дейді алады дейді давай бәрін алып тастаймыз короче ақшамыз біздің толы ақшамыз біздің жетеді бәріне так мына жақтардағы достар тез екі тастайтын боламын менде бізде уақыт жоқ өйткені біз уже бай болып кеттік қой достар мынаның бәрін бүйтіп сатпаймын бағана қарындасым берген екен короче полный 61 миллион болды мынау неғып егілмейді мынау или сатылатын нәрсе ма или что за мода қазір бәрін жинап алып достар так мына жақта ё-моё бәрі өсіп қалып мынаның бәрін жинап тастайық хоп деп шаш тастайтын боламын мынаның бәрін опа так болды ма достар бәрі жинап бәрі жинап болды так мыналарды жинап тастайтын боламыз достар мына дәу аккуратурлар қайтып жинайды екен или бұндай уақыт болмайды екен соны түсінбедім мен ше енді байланның өмірін жинамайсың ғой енді мен білмедім короче так мынаның бәрін жинап тастайтын боламыз так мынаның бәрі қашан болады егетін нәрсе ма ой егетін нәрсе екен бірақ маған не үшін егіледі так мынау не егілетін нәрсе емес көптен клиникамен не картошка силос деген жаққа барамыз так бүйтіп істейміз әлі и оған бір қоямыз о мына жақта болады мынақта так достар басқа жерде көріп шығамын дедім енді менікі пустой болып тұр 4 3 2 1 дейді не үстінде достар өсетін
Мынака басқа біреу келген ба? Мә, мұның гарден деген. Гарден болып тұр ғой, мұның гардені. Мынаның достар. Әр түрлі жемістер егіп салған. Мына ит па? Итім абаған ғой. Мынақа сонда жата ма? Мынаға қараңдар. Мынаға қара. Мынандай арман жоқ қой. Мынау кайф қой. Өзімізге ит аламыз достар. Или келесі бөлімге қалдырамыз оны. Так, мына не істейді сонда? Бана маған бір бәле берді ғой. Берсе бір бәле. Так, Magic Sport дейді. Так, бір бәле берсе маған бір байларды шақырып кеп. Нақта тұтып деген достар 290 миллион бар. Маған жерін қара. Бұл бірақ қандатын жер ғой бағана қайтпақшы. Мынандай алым ғой, мен осындай сатым тұсырын Лего стилінде салған ау деймін. Так, төбесінен көріп шығу керек еді, негізі бір төбесі оппа деп шығып аламыз. Так, оппа. Олар мені маймылға баламай ма жұмысқа? Ақша беріп отырып аламайды. Так, мына ең үстіне шығып кететін мұны достар. Хоппа, құлап кетеді екен. Так, қоя берші. Достар, біз бағана итті алып аламыз ба, или келесі бөлімге қалдырамыз, соны білмейтінім ше. Давай достар, онда келесі бөлімге қалдырайық. Так, осымен достар, видео аяқталды. Достар, келесіде өзім ойнап, өзім ақша жинап, зорғып сіздерге осындай ақ көрсететін боламын. Келесі видеолар өте қызықты болмақшы. Келесі бөлімде достар ит аламыз, соған атын жазып кетіңіздер. Аланше, пока-пока.